Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар. Бізде бүгін математика пәні бойынша республикалық оқушылар олимпиадасының аудандық кезеңінде 23-24 оқу жылында 11 сыныптарға келген есептерден бірінші есепті талдап берейін деп отырмыз. Яғни оқырманымыз қалдырған екен. Осының бірінші есепті шығару алмадым деген сияқты Олжас Сағындық деген аккаунттан. Осы есепті талдап көрейік. Натурал санның кубының ондық жазбасында цифрлардың қосындысы 2023-ке тең бола ала ма? Бірінші есеп, натурал санның кубының ондық жазбасындағы цифрлардың қосындысы 2023-ке тең бола ала ма? Енді бұл жерде мынандай бір есеске түсіретін тұжырымдар бар, қарапайым идеялар бар. Мысалы, біздің 5 сынып оқушыларына сандардың цифрларының қосындысы бөлінгіштік қасиет бойынша түсіндірген кезде сандардың цифрларының қосындысы 3-ке бөлінсе, ол сан 3-ке бөлінеді, немесе жұп сандар 2-ге бөлінеді деген сияқты тұжырымдар айтқанбыз. Мысалы, жұп сан болса, кез келген жұп сан ол 2-ге бөлінеді. Немесе соңғы цифр 0 мен 5 пен аяқталса, ол 5-ге бөлінеді деген сияқты тұжырымдар айтқанбыз. Бұл жерде енді мысалы 2, 7, 0, 2 деп алайық. 2 және 6, 1 деп алайық. Осы сан мысалы 9-ға бөліне ма деген сұраққа қалай жауап беретін едік? Еске түсірейік. Мысалы, ол кезде цифрлардың қосындысын есептейтін біз 2, 7 плюс 0 плюс 2 плюс 6 плюс 1 деген цифрларды қосамыз. Цифрларын қосқан кезде 9, 18. 18 болса, ол 9-ға бөлінеді. Яғни, мына санымыз 9-ға бөлінеді. Мысалы, қарапайым 27 деген санды алайық. 27 деген санымыз 9-ға бөліне ма десе, 9-ға бөлінеді. Білеміз, ол 3. Ал цифрларын қосатын болсақ, 2 плюс 7-міз 9, яғни ол 9-ға бөлінеді деген сөз. Мысалы, қарапайым 28 деген санды алсақ, ол 9-ға бөлінбейді, бірақ қанша қалдық қалады? 27 плюс 1 қалдық. Дұрыс па? 27 бөлігі бөлінеді да, 1 қалдық қалады. Ал цифрларын қоссақ, 2 мен 8-ді қоссақ, 10. 10-ның 9 бөлігі бөлінеді да, 1 бөлігі қалдық қалады. Цифрларын қоссақ. Енді бұл жерде айтпақшы болғаны натурал сандар мен цифрлардың қосындысы деп тұр. Цифрларының қосындысы. Сол нәрсені дұрыс пайдалану керек та. Цифрлардың қосындысы мен натурал сандардың арасындағы ұқсастықты дұрыс пайдалану керек. Мысалы, 29-ды алайын, 29-ды. Бір есеп. 27 плюс 2 қалдық. Цифрларын қосқан кезде 11. 11 дегеніміздің 9 бөлігі бөлінеді да, 2 қалдық қалады. Цифрларын қоссақ 2 қалдық болса, сол санды бөлген кезде де 2 қалдық. Мысалы, мына жерде 27-ні 9-ға бөлген кезде 3, 0 қалдық. Ал цифрларын қосқан кезде 9, 2-ге 7-ні қосқан кезде 9, 9-да да 0 қалдық болып тұр. Осы нәрсені дұрыс пайдаланайық. Енді қандай да бір x саны бар деп ойлайық. X саны бар. Оның қалдықтары қалай болатын еді? 9-ға бөлген кезде. Қалдықтар қалай болатын еді? Егер x-іміз 9 болатын болса, онда 0 қалдық қалатын еді. 9-ды 9-ға бөлген кезде. Егер x-іміз 10 болатын болса, оны 9-ға бөлген кезде 9 бөлігі бөлінеді, 1 бөлігі бөлінбей қалады. Яғни 1 қалдық. Егер x-іміз 11 болатын болса, 11 болатын болса, 2 қалдық болады, 3 қалдық. Егер 12 болса, 13 болса, 4 қалдық, 5 қалдық, 6, 7, 8, 9 қалдық болмайды, 9-9-ға бөлініп кетеді. Енді, қандай да бір x санының кубы болса, қалай қалатын еді? X-тің кубы болса, x-тің кубы. Мына жерге жазып қойдым мен. 0-дің кубы 0. 9-ға бөлсек, x-тің кубын 9-ға бөлсек. Қалдықтары. Бұлай жазайын. Модуль 9 бойынша. 1-дің кубы 1, 2-нің кубы 8. 8 дегеніміз 9-ға бөлінбейді, 8 қалдық бойынша қалады. 3-дің кубы 27. 3-дің кубы
9'ga bölген кезде 0 қалдық қалады. 3-тің кубыдан 0 қалдық. 64. Бұл жерде 63 бөлігі бөлінеді да 1 бөлігі қалдық болып қалады. 1 қалдық. 5-тің 125. 5-тің кубы 125. 125-те, так, 125-те 9-ға бөлетін болсақ, так, 1-ден береміз. 9, 35, қанша, так, 3-тен береміз. 27, 8 қалдық қалады. 8 қалдық. Бұл жерде 5-тің кубыдан 8 қалдық. Так, бұл жерде бұлай қарауға да болады. Цифрларын қоссақ 8, 1 плюс 2 плюс 3, 5, 8 қалдық. Мысалы, мынауымыз 216. Цифрларын қоссақ 9, яғни 216-ны 9-ға бөлсек те 0 қалдық береді. 0. Мысалы, 216 деген цифрларын қосатын болсақ, 2 плюс 1 плюс 6 десек, ол 9. 9 9-ға бөлінеді. 216 деген санды алатын болсақ, ол да 9-ға бөлінеді. Есептесек 21-ден, так, 18-ден береміз. 36, так, 2, 36-да 4, 24. Сол сияқты, мысалы, мыналардың цифрларын қосындысы 10. 10 деген 10-ды 9-ға бөлген кезде 1 қалдық береді. Егер мынаны 343-ті 9-ға бөлсек, онда 1 қалдық қалады. 8, 512-ның цифрларын қосындысы 8, яғни 9-ға бөлген кезде ол 8 қалдық қалады. Сол нәрсе. Енді жазайын қалдықтары. X қандай да бір X санының қалдықтары 0, 1, 8 деген қалдықтар береді. Егер сондай сан бар болса. Енді 223-тің қалдығын табайықшы. 223-ті 9-ға бөлгендегі қалдығы. Так, модуль 9 бойынша қалдығын табайық. 2023-ті кешіресіздер. 2023-ті, так, 2023-ті бөлемін 9-ға. 18-ден 2-ден беремін. 18, 22, тағы 2-ден беремін. 18, 43, так, 6-дан берсек, 43, оған береміз біз 4-ден 36. Бұл жерде қалдығымыз 7 болады. Ал 7 қалдық жазайын. X-тің кубының қалдықтары 0, 1, 8. Ал 2023-тің қалдығы 7 қалдық. 7 қалдық. Модуль 9 бойынша. Бұл жерде 2023 деген сан шықпайтынын дәлдеуге болады. Осылай дәлдеп беруге болады. Қандай да бір санын алсақ, оны кубтасақ, оның қалдықтар 0, 1, 8 шығуы мүмкін. Яғни 2023 шықпайды. Сол нәрсені көрсеттік. 2023-тің қалдығы 7, ал бізде ондай сан қалдық жоқ. Егер 2024 болса, цифрларын қосқан кезде, онда шығуы мүмкін еді. Мысалы, ол кезде 8 қалдық қалатын еді. Сонда сол санды іздеуге болатын еді. Ал біздің жағдайда осылай ондай сан табылмайтынын көрсетіп, олимпиада есепте шешім, ондай сан табылмайтынын көрсетіп берсек, сол да жеткілікті еді. Екінші есебіміз натурал санның кубының ондық жазбасында дәл 2023 цифры болуы мүмкін бе дейді. Енді мынандай қарапайым нәрселермен таныстырайық. Ол белгілі сан 10 деген санды алатын болсақ, 1 мен 0 деген цифрдан тұрады. 2 цифр қолданып тұрмыз. 2 цифр. Егер 100 деген санды алатын болсақ, 2 0 мен 1-ді пайдаланып тұрмыз. 3 цифр қолданып тұрмыз. 3 цифр. Енді мысалы 2023 ол 3-ке бөлінбейді, негізі.
кандай да бир натурал санның кубының ондық жазбасында дейді, иә. X-тің кубы ондық жазбасында. А, Б, С, осылай. Д. Ондық жазбасында цифрларында 2023 цифр қолданылма. Мұнаның жалпысы 2023 бола ма? 2023. Енді осы нәрсені көрсетейік. Так, 2023 үшке бөлінбейді. Мынандай қарапайым нәрсені айтып кете салайын. Так, x 674, оны үшке көбейтетін болсақ, x санын 2022 рет, оның 2022 дәрежесі шығады. Оның 22 дәрежесі деген сөз, мысалы, оның бір дәрежесінде 2 цифр қолдансақ, 2 дәрежесінде 3 цифр қолдансақ, оның 3 дәрежесі 1000, 1000-да 4 цифр қолдансақ, цифр. Енді оның 2022 дәрежесінде қолданамыз біз 1, 0, 0, осылай жалғасады, 0, 0, 2022 рет қолданамыз, және 1-ді қолданамыз, жалпы 2023 цифрды қолданамыз. 2023 цифрды. Осылай x саны оның 674 дәрежесі екенін көрсетіп беруге болады. Бұл жерде ол қалай табылды? Бөлінетін 2023-ке бөлінетін сан ол 2022 екен белгілі. Бұл жерде бөлген кезде 674 шығатыны белгілі. Сол нәрседен дұрыс пайдалану керек, негізгі идеясы сол. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сұрақтар болса комментарийде күтемін.